в один момент қазір сенің бүкіл версияң бар да негізі. Мен оны түсіндім. Байқадың ба? Ақша, отношения, дін туралы сұрақтар бар, әртүрлі мен түсінбей жүрген бір алла бар екенін негізі білем, өзім сенемін оған, іштей кәдімгідей. Но что-то еще бір жетпей тұрған сияқты да, тағы да менің сұрақтарыма жауаптар. Күйеуі дұрыс ақша таппаса, уже қазіргі қыздардың миларында жаңағыдай рилстар көріп алған, неше түрлі қазір коучтар көбейіп кетті, сразу же ажырасам деп шығады. Мен бірінші беретін кеңесім жастарға айтар едім, асықпаңдаршы үйленуге. Сен өзіңе күйеу таңдап жатсың ба, немесе тұрмысқа шығайын деп жатсың ба? Еркек жаңа өзінің әйелін дейді, келіншегіне көп жерлерде, региондарда зат ретінде қарайтындарды көп кездестіреміз да. Бұл тоже агрессивно айту керек. Мысал келтірейік, бір проблема келді, семейный бір измена болды дейік. Бүгін мені қандай керемет бақытты қылатын, бай қылатын жаңалық күтіп тұр екен. Сен уже сезіп жүресің Алла жасап жатқанын бәрін. Анау дұрыс емес сөйлеп отыр, мынау дұрыс емес киініп алған, сынап отырсың да, эгосы сынап отырған, Құдай санап өзін. Внутренний устойчивое состояниені тұрақтырандырасың да, квантовый скачок жасай бересің. Қандай еді квантовый скачок? Так что дежавю келді ме, қуана берсей. Мен дежавю көп көремін мен. Өте көп көремін дежавю. Сәлем, қалайсыздар? Бүгін подкастқа келіп қалдық. Елімізге қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Бүгін аяқ астынан подкаст деп айтты. Сонымен не үшін шақырдыңыз мені? Қандай сұрақтар бар деген сияқты? Жастардың, жалпы айтқан кезде жастардың кішкене көзқарасы. Білгім келіп жатыр, қандай сұрақтар бар. Сол үшін Асхат осы подкаст центрдің иесі ғой, осы бизнес жүргізіп жатыр. Қыздарға айтам да, соны шақырыңдаршы, оның көзқарасы қандай. Ояну жолында жастардың көзқарасын білгім келеді. И специально айттым ғой, сұрақ ештеме бермеңдер, ішінен өзі шықсын деп. Негізі сұрақтар өте көп, по идее. Арасында орысша қосып сөйлей беремін, кішкене нормально шығады ойлаймын, тек қазақ тілінде деп жүрмесін комментариядағылар. Қазіргі жастардың ішіндегі ең қатты маңызды сұрақтар ол ақша, отношения, жаңағындай кішкентай кезінен алып келген убеждение, вера убеждение дейді ғой, убеждениялары миында қалыптасып қалған. В основном осындай. Ары қарай уже тоже дін туралы сұрақтар бар, әртүрлі мен түсінбей жүрген. Енді соңғы бір жылдай болды, мен өзімде осы теманы қозғап жүрмін да. И ойланып жүрмін, вообще не үшін келдік бұл әлемге, жер не үшін создавать етілді. Бір алла бар екенін негізі білем, өзім сенемін оған, іштей кәдімгідей. Но что-то еще бір жетпей тұрған сияқты да, тағы да менің сұрақтарыма жауаптары. Соның қазіргі уақытта енді мен оянуға, жаңа отношенияға ояну қалай әсер етеді, вообще ақша табыс табуға қалай әсер етеді, сол жөнінде айтып кетсеңіз. Біртіндеп, иә? Иә, біртіндеп, иә. Неден бастаймыз? Отношенияден бастайық бірінші, одан кейін ақшаға. Отношенияны енді ол жерде әңгімесі растяжимый ғой, именно нақты қалай сонда. Енді мысалы, енді үйленген жастар бар, мысалы, бір жыл үйленеді да, одан кейін жаңағындай күйеуі дұрыс ақша таппаса, уже қазіргі қыздардың миларында жаңағындай рилстар көріп алған, неше түрлі қазір коучтар көбейіп кетті, сразу же ажырасам деп шығады. Даже 5 жыл тұрғандар да бар, 7 жыл тұрғандар бар, мысалы. Қазақстанда енді статистика бойынша әлемде 2-ші орында ажырасу бойынша. Сол жөнінен жастарда қазір сол үлкен проблема деп ойлаймын негізі. Одан кейін уже ақшаға келуге болады. Мен бірінші беретін кеңесім жастарға айтар едім, асықпаңдаршы үйленуге. Кішкене бір-бірін таныңдар. Свиданияға шығыңдар, мысалы. Көріңдер, сен құндылықтарың омен сәйкес па? Осы әлемге деген көзқарастарың бірге ма? Бір мақсатта, бір команда болып, бір воротаға ойнай аласыңдар ма? Осыны білмесең, ертең жағдай қиын болады. Ана әйелің артқа тартады, сен былай тартасың. Ортада ештемеге жетіспейді. Ортада кім страдать етеді, бала страдать етеді. Сол үшін құндылықтарыңды біліңдер деймін да. Бірақ құндылық деген сөздің мағынасын білмейді да көбісі ше. Не ол құндылық деген? Құндылық деген жалпы сенің осы әлемде ценность дейді ғой. Осы әлемде өлілгенше ұстап кететін бір нәрселерің деп айтсам шатаспаймын. Бір принциптар ма? Бір принциптар. Мысалы сен мысал ретінде алатын болсақ,
арақ ішпеймін деген бір құндылық қойдың да, сен өлгенше ішпе да оны. Дәл сондай, менде сондай принцип бар. Иә. Өмірімде ішіп көрген емеспін әлі. Иә, молодец. Вот егер сен сол құндылығыңды өмірдің аяғына дейін ұстап кететін болсаң, онда құндылық ретінде өзіңе қойып қой соны. Ценность дейді. Ол өзгермеу керек. Не жоқ, анда-санда ішіп қоятын болса, онда жазба ол құндылықты. Басқа нәрселер жаз. И именно осы құндылықты кездесіп жүргенде, қызбен сөйлесіп жүрген кезде сен уже байқай білуің керексің. Ең бірінші беретін кеңесім осы кездесуде неге мән беру керек адамның да. Сен өзіңе күйеу таңдап жатсың ба, немесе тұрмысқа шығайын деп жатсың ба, немесе өзіңнің жарыңды алайын деп жатсың ба, бұл машина емес қой. Саған алып не қыласың, өмір бақи бірге жүретін жарың. Сол үшін оның басқаларға көзқарасын көрсең, бірден біліп қоюға болады адамды. Ол өзінің достарына, әке шешесіне қарым-қатынасы қандай? Осы әлемге деген көзқарасы қандай? Именно осыны не істеу керек бізге? Мән беру керек осыған. Егер оның көзқарасы, мысалы, жігіттің көзқарасынан отыр да, қыз жігітпен әке шешесіне дөлекі сөйлеп, мысалы да. Жігіт әке шешесіне. Иә, мысалы, грубить етіп или хитрить етіп жатыр да, алдап өтірік айтып бірдеме болса, значит, ода өтірік айтпау деген құндылық жоқ. Чем семейный құндылық жоқ, отбасылық. И сен өзіңе не қабылдайсың, шешім қабылдайсың. Эмоционалды емес, бұл әке шешесіне осылай істеп отырғанда мен кіммін деген сұрақ қоясың. Сен вообще никтосың ертеңгі күн. Сен затсың ертең. Мен көп байқаймын қазір осындай нәрселер. Әйеліне бір зат ретінде көреді ғой. Вещащий. Онда армандары бар, ол да бір тұлға, онда бір қателкасы бар, адам ғой. Ол да біреудің қызы ғой, осы өмірге келген. Сол үшін асықпаңдар деймін да мен жастарға. Үйлену ол қашпайды, үйленесіңдер, мәңгі бақи бірге боласыңдар даже. Одан алдын лучше бір-бірін таныңдар, құндылықтарыңды зерттеңдер. И бір воротаға бір команда болып ойнасаңдар, мықты отбасы болады. Жаңағы зат деп жатсыз. Көбінесе біздің Қазақстанда тоже еркек өзінің әйеліне да, келіншегіне көп жерлерде, региондарда зат ретінде қарайтындарды көп кездестіреміз да. Енді білмеймін, ол жаңағындай дінжей жақтан ұстамалаған ба, әйел еркектен бір сат төмен болу керек деген сияқты, соны қатты фанатитіп кеткен ба, оны как өзінің екінші половинкасы ретінде қарамайды да, зат ретінде қарайды да. Вот әйел ма, осыны істеу керек, мынандай болу керек, андай болу керек деп бір рамка қойып тастаған. Осы бойынша қалай, не деп ойлайсыз? Бұл жерде көрдің ба, всегда бұл отбасылық жағдайлар двухсторонний болады. Бір жақ кінәлі болмайды уже. Вечно жігіт кінәлі емес ол жерде. Потому что қыз да өзінің границасын білмейді. Ол да өзін жақсы көрмейді. Ол да өзінің құндылықтарын білмейді. Солай болу керек деп убеждениемен айтқан, болды, күйеуіңді тыңда, болды, басқа ештеме істеме. Сен ол оскорблениямен, саған дөрекі сөйлеумен шатастырудың қажет жоқ қой ол жерде. Блин, извини, сен зат ретінде көріп отыр, адам қатарына санамай, аузына келгенін айтып, қол көтеріп, білгенін істеп жүрсе, сен өзіңді өзің сыйламаған болып тұрсың да бұл жерде. Ол емес. Сен сол үшін айтамын ғой, бірінші өзіңе ғашық болып қал. Вот балаңның жақсы көресің ғой, тура өзіңді солай жақсы көрші. Не істер едің балаңа біреу тиісіп жатса, боқтап жатса или бірдеме істесе? Тұрасың ғой, гарой шығасың ғой. Сен бірінші өзіңе гарой шық та, өзің границаларыңды қорғап үйрен. Бірінші диалог құр. Егер саған солай сөйлеп жатыр ма, сен айт, давай вот сөйлесейікші, отыршы. Конструктивный диалог деймін. Мен сенің өзіме қатысты бұндай отношенияңды қаламаймын деп четко айту керек. Мен андай абьюзерлер болады тоже. Агрессивно айту керек. Жоқ, абьюзерлер болады ғой, күйеулер. Ондайлар. Қуып кететін ше.
диалогқа келмейтін адаммен вообще тұрудың қажеті жоқ. Ол жерде береке де жоқ, жалпы айтатын болсақ, благо да жоқ, ол жерде махаббат жоқ. Ол жерде просто адам өзінің хотелкасын орындап жатыр болды, ер жігіт. Оған ұнайды сондай удобный бір зат, который ол айтады, анау істейді, орындайды, болды. Сіз алдыңғы подкасттарда махаббат туралы айттыңыз ғой. Сол негізі махаббат болу керек та, кәдімгідей. Әрине. Махаббат деген бұл сезім емес та. Көбісі осымен шатастырады. Bir көрдім, ғашық болып қалдым. Жоқ, ол емес. Махаббат деген оның ар жағында, сезімнің ар жағында тұрған нәрсе ол. Сондай махаббат болу керек. Сен өмір бақи осы адаммен тұруға дайынсың ба? Жақсы, жаман нәрселерін қабылдай аласың ба? Ол қиналған кезде сен горой тұра аласың ба? Вот это и есть махаббат. Не так ол қиналған кезде там қазбалап или отпускать етіп жіберіп. Болады ғой өмірде, қиыншылықтар да болады, жігіттің құлайтын кезде болады, тұратын кезде болады. Оған поддержка керек та ол кезде, от қалдырып жіберу керек. Үйде тағы бір фронт, соғыстың екі жағын ашып бермей, жалпы айтатын болсақ. Сыртта соғысады, жұмыста үйге келіп тағы соғысады. Оны от алдыра білсең, любой жігітті негізі жетістікке жете алатындай қылып от алдырып жіберуге болады ғой. Танкі ғой жігіттер. Бір от алса кетеді. Әйел кішкене мотивация беру керек. Мотивация беру керек. Әйел, мен всегда айтамын ғой әйел кісілерге, до конца ашылмаңдаршы деймін. То есть не вся карта раскрывать ету болмайды. Иә, барлық бір козырды алып қойыңдар деймін ғой. Бәрін ашық, ер азаматтар сондай да, бәрін ашқысы келеді. А сен бәрін ашпа до конца. Бір козыр қалдырып қой, ол асыға күтетін, ашқысы келетін, бір интерес болу керек сенде. Қыз кезіңді есіңе түсірсе, сен әлі белгісіз едің деймін да қыздарға. Қалай жүгірді сен, жігітің? Түнде маған дәрі әкеп берші десе де жүгіріп келетін еді ол. Надо пошло, жақсы көргенде. Хотя бы әлі бірге тұрмайды, жүрген кезде. Иә, а потом какой-то период әйел полностью ашылып тастайды да. Жоқ, ашылма, секрет болып қал. Сол қыз кезіңдегідей. Вот сол кезде жігіттің интересі өшпейді ғой, үйге асығады. Өшірмесе, өзіңді дамыт, әдемі жүр, жақсы көр. Соған байланысты жоспарла өзің өміріңді деп айтқым келеді. Қыздарға айтып жатсыз бұны, қыз келіншектерге? Иә, қыздарға да, жастарға, жігіттерге енді. Олардың өмірінде не бір қызық нәрселер тосып тұр ғой қазір. Өмір деген осымен қызық қой. Иә, жақсы периодтар болады, иә, жаман кездер болады. Оянған адам просто бөлмейді оны, жақсы, жаман деп. Бірдей қарайды. Мысалы, Құдайдың өзі жаратты ғой осының бәрін. Ол түнді алып тастай алмайды ғой. Ол түн мен күндізді бірдей жақсы көреді. Солай проблемаға бір көзқараспен қарадың ба, сен өмірің жеңілдей бастайды ғой. Мысалы, келіп тұр проблема. Болу керек, значит, дейсің, болды. Нейтральный состояниеде жүреді оянған адам. Оянған адамдардың отношениясы четкий болады оларда. То есть олар двойной өмір сүрмейді. Двойной өмір. Мысалы, болып қалды, иә, жігіт изменять етіп қойды дейік. Енді мен мысал ретінде айтайын. Оянған адамдардың семьясы қалай қабылдайды проблеманы, изменаны. Оянған кезде тек бір жақ ғана оянған ба, или әйелде кеуде оянған ба? Бірінші бір жақ оянады, кейін екінші жағын поле действовать етеді, екінші жағда по-любому оянады. Никуда не денется, ол көре бастайды. Оянбаса олар ажырап кетеді. Бір-бірін түсіне алмайды олар. Сонымен оянған семьяда бір мысал келтірейік, бір проблема келді. Семейный бір измена болды дейік, еркек жақтан дейік, күйеу жақтан. Оянған адам не дейді? Ол өтірік айтпайды, двойной өмір сүрмейді, ол келеді әйеліне айтады. Білесің ба дейді, осындай жағдай болды дейді. Егер әйелі оянған болса, ол былай қабылдайды. Болып қапты дейді. Бірден шешім қабылдайды. Енді кешірім, мен ары қарай тұра алмаймын, өмір сүре алмаймын дейді. Мен ішім көтере алмайды екен оны дейді. Ол сразу бірден білет границаларын бәрін. Немесе екінші жақты қабылдайды. Жарайды, болып қалса, болып қапты дейді. Ұмыт енді бұны дейді. Келесі рет жасағың келе ма бұндай дейді. Жоқ, жасағың келмейді дейді. Маған махаббатың өшіп қалған жоқ па дейді. Жоқ, өшкен жоқ дейді. Сонымен болды. Бірақ ни в коем случае ананы измена болды деп анау депрессияға түспейді. Анау жігітте мен изменять етіп қойдым деп, ода чувство вины өзін кінәлі санамайды.
просто шешіп тастайды сразу. Мгм. Потому что оянған адам проблемамен никак отождествляться етпейді, бірікпейді ол, біріге алмайды ол. Ол біледі ол проблема емес екенін. Ол проблеманы көріп тұрған, сезіп тұрған сана. Ол емес па сонда? Ау, Ол емес па, өзі емес па? ол емес ол. Болып қалды сондай эмоциональный жағдай. Енді екінші сұрақ, осыдан кейінгі сразу тарайтын жаңа тармақ ақша жөнінде. Жастар қазір өз-өзін таппай жүрген өте көп. 20 жастағы, 25 жастағы, даже 35-40-қа келіп те өзін таппай жүргендер бар. То есть бір жұмыс жоқ, который махаббатпен істейтін, и оған еще табыс алып келетін. Осы кезде ояну деген мысалы жаңағындай осы тақырыптар қаншалықты оған әсер етуі мүмкін? Если оянса, ол өзінің ісін таба ала ма, таба алмай ма деген сияқты. Әрине өзінің ісін таба алады. Оянған адам өз энергиясымен жұмыс істейді. Қазір жастар көп ояна бастайды так. Олар тыға алмайсың догмаға да, бір діни убежденияларға. Олар сразу айтады, маған айтпашы дейді. Әкесіне де айтады. Ондай нәрселерді маған айтпашы дейді. Мен сенбеймін дейді, болды. Сондай жастар қазір туыла бастайды. Сондай бар уже жастар. Ал егер энергиясын алатын болсақ, қазіргі этапта таппай жүрген жастар болса, мен беретін кеңесім, мысалы, айтар едім, бір жұмыста тұрып қалма, көр, зертте әлемді. Ананы істеп көр, шетелге барып шықпайды, ресторанный бизнес көр, басқа бір қолөнер нәрселерін көр, творчество жақтан ізде, спорт жақтан ізде. Ұнамады ма, сразу шығып кет. Бірақ примерно 25-30 жасқа дейін. Өзі жүректен импульс келеді, тоқтайды адам. Мынау менің тірлігім екен ғой деп. Бірақ одан да определенный периодта шаршауы мүмкін адам. Бұл әлем негізі эволюция әлемі ғой. Бұл жерде постоянно өзгеріп тұр ма? Өзгерістер заңы деген бар да, өзгереді. Барлық империялар да құлайды, өзгереді. Өзгермейтін нәрсе сасып кетеді ол, болото сияқты бір жерде. Всегда өзгеріс болу керек. Оның өзіне жақсы көріп тұрған жұмысына бір көзқараспен емес, әртүрлі қырдан қарау керек. Мысалы, саған қазір сұрақ, студия жүргізіп жатсың, студияң бар, подкаст центрың бар. Бір қандай жаңашылықтар енгізгің келіп жатыр қазір? Қазақстанда ешкім түсірмеген подкаст түсіргім келеді. Оны түсіріп жатырмын, уже ондай сапада беріп жатырмын қазір. Мен студияны ашатын кезде ең басты мендегі цель Қазақстанда әлі ешкім түсірмеген форматтағы подкаст. То есть ол сапа жағынан, ракурс жағынан, декорация жағынан сол бойынша. Содан кейін мен осы студия ашқан кезде шетелдік подкаст студияларды, Голливудтың особенно декорацияларын көп зерттедім. Қаншалықты ол. Себебі бізге көбінесе подкаст студиялар Алматыдағы СНГ-дан келеді да. Мындай уже шаблонный, квартирный болып кеткен да. Мен дәл кеттім да, мұхиттың ар жағынан бұл жақтан көрейінші деп. Себебі сол жақта енді оқып келгенге көзім ашылды да, шетел аралаған кезде. И көрдім, значит жасауға болады. И қазір уже Алматыдағы ең сапалы деген подкасттарды қазір түсіріп жүрміз. Клиенттеріме доволен. Кейін адамның барлығы вообще ерекше дейді, стильдері, декорациялары, фондары жоқ дейді Алматыда бұндай. Сондай болды. Мен көрдің бе, Асхат, сен бір жерде тұрып қалған жоқсың, сен дальше. Осы адамды движет ететін, қозғалтатын осы нәрселер. Сен егер мынада бір подкастты құшақтап, басқа көзқарас енгізе алмасаң, сен шаршайсың бұл жерде. Выгорание болады. Саған енгізу керек, көру керек, не усилить ете алам, қандай инновациялар қоса алам деген сияқты да. Инновация дегеніміз бұл бір артықшылықтар, бір жаңашылдықтар істеп жатқан жұмысыңа ше, бар нәрсеге бірдеме қосасың. Мысалы, қара, үтік болды ма бұрыннан? Үтікке көмір салып, неде үтіктеді, иә? Бірақ бір жігіт бұлай қаратты, бұл болмайды деген деді, тоқпен істейтін үтік шығарды, иә? Пармен істейтін үтіктер шықты. Пар қосып, иә, пар қос, сумен, небір үтіктер бар қазір. Тура чайникте солай. Чайник бұрыннан болды, потом тефаль шықты, электрочайниктер шықты, небір чайниктер шығып кетті. Лампочкада, полда, любой нәрсе, кафельда, бәрі өзгеріске еніп жатыр. То есть бар нәрсеге бір жаңашылдық, өзгерістер енгізіп отырсаң, сен ары қарай дамый бересің. Сол үшін айтамын да, мен бір проекттің бар ма, мысалы жастарға, жаймен қасынан 3-4 пилотный проект қойып қой. Өзің ішіңнен шығады ол импульс болып. Сен ішіңнен идея келді ма, болды саған серіктес те, ақша да, орын да,
алла тағала дайындап қояды оның бәрін, партнерға дейін тура дайындап сондай қояды. болды менде. Просто кішкене қимылдап жіберу Иә, керек, иә. күтпей ше. Бәрі дайын тұрады, сен бір әшейін идея келмейді адамға. Бір нәрсе келді ма, из ясности, ой келді ма, импульспен жанып тұрсын ба, болды, саған бәрін дайындап қояды уже. Тек қозғалу керек та. Сол үшін жастарға айтатыным сол, молодец. Менде мысалы, мен всегда өмірге сеніп жүрген адамым ғой. Өмір мен өзі ағысымен алып келе жатыр да. Мен всегда айтамын, маған керек емес адамдарды жіберме деймін. Өзің маған ыңғайлы жерлерді өзің реттеп қой деймін. И мені өмір саған алып келіп отыр да. Қаншама подкаст центрлар бар мысалы. Менде андай бір өзімнің бір мантра дейма сондайым бар да, уже почти 4-5 ай болды, соны жазып алғам телефонға, заметкаға жазып қойып, 3 мантра тұрады. Оқып берейін қазір. Күніге таңертең тұрғанда телефонды алған кезде қолыма бетемін, так, бүгін мені қандай керемет бақытты қылатын, бай қылатын жаңалық күтіп тұр екен. Осыны қайталаймын қайта-қайта. Потом всегда за рулем кетіп бара жатқан кезде, съемка істеген кезде ақша мен мүмкіндік менімен бірге постоянно. Сөйтіп осыны айтып отырамын. И үшіншісі, ол қазіргі сәтке алып келетін зат, то есть здесь сейчас алып келеді. Мен өз уақытында қазіргі сәтімде керекті адамдарға пайдалымын. Осы 3 мантраны қазір, мантра емес, білмеймін, мантра дей ма, не знаю, ондай ғой бір. Аффирмация сияқты ғой. Күнде осыны қайталап отырамын. И жаңағыдай заказдар, новый подкасттар, новый знакомстволар пайда бола бастайды да. Молодец. Менің мантрамды қосып қойшы, бір мантрамды. Қандай? Қысқаша ол. Былай тыныш отырасың да таңертең. Осознанно тыныс аласың. Іштей Алланы сезінесің да. Мен білем ғой сен ішімде екен. Мына денені қолданшы, осы арқылы бірдеме жасашы деп. Аллаға тапсыру деген сияқты. Полное доверие. Доверие, да? Мына дене арқылы осы әлемге бірдеме жасашы деп. Творить етші деген ба? Творить етші деп. Өзі творить ете бастайды. Өзің байқайсың. Керекті адамдар, керекті договор, контракт, идея бәр. Сен араласпайсың, сен просто қарайсың да әрекет жасап жүре бересің. Махаббатпен. Нәтиже күтпейсің. Главный әрекет жасай бересің. Иә, сен уже сезіп жүресің Алла жасап жатқанын бәрін. Мәссаған деп қоясың да жүре бересің. Кейде андай бір фантастика болып кетеді ғой, өмірінде неше түрлі жағдайлар болып ше. Жаңағы жақсы жағынан да енді менде сондай өте көп болған. Соны қазір сен айтып отырсың ғой. Мен идея әкеп, партнер бәрін әкеп қояды дегенде тура менде сондай болды деп. Соны айтып кетші қазір қалай болды? Ол бізде ноябрь айында болған, былтыр 2025-те. Мен ол кезде бұдан кішкентай студиям бар болған, точнее жауып тастадым оны. 85 квадратқа, бір ғана зал болатын ол жерде. И бір кісі маған подкаст түсіруге сұрайды да, Асеке, короче, менің ақшам жоқ, мен 5 подкаст түсіргім келеді, кейін ақша пайда болған кезде саған берем дейді. Мен басын отказ берем. Жаза береді, короче, отказ бере береді. Сөйтіп сонымен подкаст түсіретін уже уақыт жақындап қалды да. Жарайды, осы енді Алла разылығы үшін бір көмектесейінші, жарайды дедім да. Принимайтем да, әйтеуір кейін береді ғой деп. Сөйтіп подкаст түсіретін уақытын белгілейміз. Как раз соның алдында мен жазғаннан кейін, оның алдында 10 минут бұрын ол басқа студиямен келісіп қойған екен. Сөйтіп мен не үшін тана десең, сенің түсіру стилің барлығы ерекше дейді, сол үшін маған түсіргісі келген екен да. Сөйтіп айттым, все, давайте түсірейік. Ана студияға отказ береді да, сөйтіп маған келеді ғой. И сол күні кешкісін жаңағындай подкаст түсіреміз. Сол жердегі осы зданияның егесі Жандарбек ағамен танысамыз. Сол подкастты мен түсіремін. Ана кісі екеуі сөйлеседі. Подкаст сөйлесіп болғаннан кейін Жандарбек ағаның көмекшісі бар, Ната деген өте мықты жігіт, қазір менің партнерім сол осы студияда. Сол екеуміз студия туралы әңгімелесіп кетеміз. Сөйтіп айтамын, мен осындай масштабқа шыққым келеді, осындай. Бірақ менде қаражат жоқ. Бірақ идея бар деймін да, енді американский стильде подкаст ашатын, студия істейтін идея бар деймін. Давай онда, как раз Жандарбек аға бір жыл болды, студия бойынша ауырып жүр, короче, ашқысы келеді, бірақ әлі бір адам таппай жүр дейді да, нормально айналысатын, қол істемей жүр дейді. Соны айтып көрейік дейді, подкаст кетеді, сол ағаға айтады, менің зданиям бар ғой, короче дейді. Сол жақтан барыңдар да көріңдер, қай этаждан өздеріңе ұнайды, көрсеңдер болады дейді. Подкаст келген кешкісін түнде мына жақта әлі ремонт болып жатыр, свет жүргізілмеген, фонарикпен келіп, осы үшінші этажды таңдап кетеміз. Сол подкаст жүрген күні ертесіне келіп, сөйлесіп, осы зданияны помещениені аламыз ғой, 400 квадратты. Андай болып кетті да, сол бір себепші болды да. Вот. Себепші болды. Таң қалдым кәдімгідей. Адам адамға себепші ғой. Қазір көп жастар былай, мышлениялар былай отыр да. Бірдеме істе десе ақшам жоқ дейді. Мен ақшаның бірінші орында емес екенін сол кезде түсіндім. Басты сенде идея екен ғой. И сонымен жанып тұрады кезінде.
самый главный идея и іштей өз ісіңе сенім 99% емес 100. Жанып тұрасың, ештеме күтпейсің өзі. Бір іс-әрекеттер жаса, кездесу керек вот адамдармен. Вот сол үшін айтамын да, мен адамдарды өзі былай ғой, мынандай характері бар да көп адамдарда. Қазір эгосы деймін да, адамдардың өзі емес, оның эгосы адамдардың тек жаман жағын көреді, көтеріле алмайды олар. Триггерить етіп отыр ма? Иә, олар андай шыбын сияқты да, бүкіл цветочный поле жатса, ол бір нәжісті жаман нәрсені тауып алады, соған қонады, анау басқа гүл көрмейді. Ал саған вселенная именно саған ұнамайтын адам арқылы мүмкіндіктерді жібереді. Сол кезде эгосыңды көреді. Иә, сен шыбынсың, анау дұрыс емес сөйлеп отыр, мынау дұрыс емес киініп алған, сынап отырсың да, эгосы сынап отырған, Құдай санап өзін. Былай деп сынап тастадың, ал сен өзіңе келіп тұрған мүмкіндікті әшейін жіберіп жібердің. Сол үшін мен айтам, ара сияқты болыңдар. Кез келген адамнан мүмкіндік қараңдар. Может, бір сигнал жіберіп жатқан шығар, вселенная, Алла тағала саған бір знактар жібере бастайды да қазіргі. Сол үшін бұл жерде адамды эгомен сынап, бүйтіп, ангел адам іздеудің қажеті жоқ, ешкім золотой емес. Бәрінің ішінде темная сторона души деймін ғой мен, демоны души бар ол. Егер сен оның жаман жағын іздейтін болсаң, сен міндетті түрде сен оны табасың. Ешкім идеальный емес деп айтқым келеді адамдар. Сондайсың, сен қандайсың, сондайсың. Болды. Тағы да бір момент, мен алдында бір сериал көрдім. Темная материяны. Мен оны почти 2 жыл бойы откладывать етіп жүргем. Енді басы анандай бастады да, бір нудный басталады да, түсініксіз вообще. Енді сіздің подкасттарыңызды көп түсіріп жүрмін. Мен монтаждаймын ғой барлығын оны. Сол кезде көресің ғой, кішкене болса уже адам болғаннан кейін уже идея келе бастайды ғой, жаңағындай ояну бойынша, тақырып бойынша. И давай енді осы тақырып, осы қазіргі мимен осы сериалды көрейін. Сөйтіп бір күнде көріп тастадым 9 сериясын. Ана жерде енді тура сіздің подкастта айтып жүрген ояну темалары өте қатты қозғалған. И еще оны научный с точки зрения мен, психологиямен, жаңа адамның мышлениесін өте қатты алып келеді. Сол күні сразу Дамира ханымға жазып, мен сериалды көріп бастадым, короче, уже 4-ші сериясында миымдан да жарылыс пайда болды ғой. И оказывается, соны енді артқа тастайтын болсам, қалай мен студияны аштым деген кезде, менде сол состояние сол кезде болған екен. Менде бір проектті ойласам, мен оның уже соңғы конечный қалай болып тұратын на 100% уверен болып тұрам. Білмеймін, визуально маған миыма келеді да, көзім жұмым, и картинка келеді. Студия қандай болу керек, или какое-то приложение қандай болу керек деген сияқты ше. И до конца соған сенем да уже, что это шынымен атады. И білмеймін, сол ішкі состояниеға байланысты маған сол реальностьті берген сияқты болды да сол моментте. И сериал көрген кезде ана кубтың ішіне кіреді, адамда қандай настроение болады, қандай состояние болады, соған байланысты ашқан есіктері. Сол моментте реальность. И сол жерде визуально на киноды өте мықты келістірген да. Примерно миымызда да негізі сондай картина ғой, по идее. Просто сами выбираем текущий направлениені. Бірақ байқадың ба, сөз емес, состояние. Иә. Внутренний устойчивое состояниені тұрақтырандырасында квантовый скачок жасай бересің. Ана жерде квантовый скачок. Иә, квантовый скачок дегенде буквальном смысле түсінеді да адамдар. Прям көзің жұмдың, аштың, сен басқа измерениеден туылдың, или там резко бәрі аспаннан түсе салды, ақшада бәрі. Жоқ, ол жаймен короткий период времени перестройка жасайды, тақ еткізеді. Сенің случайында мысалы, иә? Қанша жыл болды мына ашылғанына? 3 ай енді болды. 3 ай болды. Мартта. Былтыр бұндай кезде сен даже білмедің. Мен білмедім даже бұндай подкаст центрің болды. Қанша мен сол кішкентай студиямен қалам бағады ойладым да. Ну, ішінде болған, блин, надо расширяться. Масштаб керек. Вот это и есть скачок. Мені көрдің ба? Квантовый скачок ол жаймен перестройка деген сөз да, ол бірден секірмейсің измеренияға. Бірақ қазір ұмытып кетпей айтайын, квантовый скачок жасап жатқанның белгісі, көрсеткіші, знагы деп айтайын, ол дежавю деген нәрсе. Дежавю деген білесің ғой? Я білемін. Как будто бір осы сәт бұрын бір болып кеткен сияқты. Именно дежавю сенде пайда болды ма, көп болып отыр ма, қуана бер. Менде көп болды. Сен уже басқа измерениеден екінші измеренияға секіріп атсың деген сөз ол. Ол анау ойындарда болады ғой, бір определенный этапқа келесінде несгораемый дейді ғой, бір андай, күйіп кетпейді, өшіп кетпейді бір этапқа. Сақтап қоясың да, сол жерден бастап кете бересің. Сол дежавю соның көрсеткіші. Фиксациясы ма? Иә, фиксациясы. Сенің скачок жасап жатқаныңды. Шақ еткізеді.
әлем ше. Зафиксировал, сейв да ол сақал. Так что дежавю келді ма, қуана берсей. Мен дежавю көп көремін мен. Иә, Өте көп көремін дежавю. значит әлі де сенде көп өзгерістер болады. Тек қана сенің импульсың өшіп қалмау керек. Импульс өшпеу үшін мен айтып отырмын ғой, істеп жатқан нәрселеріңе жаңа көзқараспен всегда қараңдар. Тағы не қоссам екен. Ақша ойлама, ақша ол побочный эффект, келеді ол өзі. Сен тек процесте бол. Қай жерін жақсатсам, адамдар келіп жатқан менің тұтынушыларым, клиенттерім өзін қалай комфортны сезінеді, қалай соларға удобство жасасам екен, қалай соларды масштабқа шығарсам екен десең, ана идея бар ғой сенде, атыла береді ғой ішіне. Адамдар келеді, өзінен өзі бір договорлар, контракттар түсіндіре алмайсың оны. Оны түсіну үшін квантовый скачок сол. Иә, жасап көру керек. Менде бұрыннандай болатын, енді былтыр 2023, 24, 25-терде квантовый скачок деген коучтар көбейіп кетті ғой, саған квантовый скачок істеп берейін, бүйтемін істеймін деген. Сол кезде мен бір екеуін көрдім тоже. Обучение емес, просто андай бір бесплатный болды, көтеріп көретін. Бір екі семинарға да барып көрдім. Сол кезде квантовый скачок дейді, түсінбеймін да, миыма келмейді да. И кеше мен ана киноны көрген кезде біз қазіргі осы сәтте, например, да, мен көзін жұмамын и отырамын да. Адамның миы, енді санасы ма, іштегі мен физикалық тілде айтатын болсақ, оны суперпозиция дейді ғой, қазіргі отқан. То есть тура қазір мен суперпозицияда отырмын. И мен таңдай аламын өзімнің қазіргі 1 минуттан кейін болатын бүкіл реальностьтерімді. Мен су ішсем, су ішетін веткаға кетеді. Су ішпейтін болсам, су ішпейтін веткаға кетеді. Бүгін подкастқа түспеймін дейтін болсам, подкаст түспейтін, басқа біреу түсетін веткаға кетеді. И соған байланысты ана киноларда ана жаңағы Джейсон дегеннің ең соңында 100 версиясы пайда болады ғой. Болды. Ема дедім, сонда түсіндім. Значит, мен қазір даже қайта за рулем кетіп жатқан кезде музыканы өшіріп қоямын да, и өзімді бүйтіп істеп жаңағындай спокойствие алып келемін да, реальность таңдаймын өзіме. Жаңағы мантраларымды айтып отырамын ішінен. Соны и ертесіне анда бір өзгерістер бола бастағанын байқайсың ғой кәдімгідей. И түсіндім, значит, мен өзім как адам ретінде Құдайдың берген қабілеті, кез келген адам өзінің өмірін мышление арқылы жаңағындай суперпозициядан дұрыс шешім қабылдауға өзін өзгерте алатыны осы көзім жете бастады соңғы уақытта. Конечно, бұл материяны білен қазір сөзбен түсіндіру өте қиын, но в один момент қазір сен бүкіл версияң бар да негізі. Мен оны түсіндім. Байқадың ба? Бүкіл бір жерде сен миллиардерсің, бір жерде мынандайсың, бір жерде ақшаң бар, бір жерде жоқ. Бәрі бар негізі. Бүкіл сол үшін айтылады да, все определенно уже алдын ала болжанып қойған дейді ғой. Бірақ көп сценариймен болжанып қойған. Көп веткамен бар. Сенің қазіргі закон причина следствия дейді ғой. Сенің осы әлемге жасаған бір іс-әрекеттерің арқылы сен веткадан веткаға секіресің. Іс-әрекеттер и ішкіне внутренний сенің жағдайың, состояниең. Егер сен постоянно кінәлап, өзіңді винить етіп, ақша жоқ, ананы не істеймін десең, сен сондай веткаға жайлап алып қойды, тығып қойды, өзің байқамай қаласың. И потом сынақ екен деп отырасың. На самом деле сынақ емес, ол сенің таңдауың. Мен қазір любой адамға айтқым келеді да, біреу қарызда жүр, біреу ажырасайын деп жатыр, біреу жақсы бизнесі жүріп кетті. Әр түрлі жағдайларда қазір бізді көріп отырған қаншама адамдар бар. Соның бәріне айтқым келеді. Бұл сен алдын жасаған іс-әрекеттеріңнің нәтижесі қазір. 1 жыл бұрын, может, 2 жыл бұрын сен алмайтын жерде кредит алдың, қазір қарызға кіріп кеттің. Істемейтін нәрсені істедің, кіріп кеттің. Немесе дұрыс нәрсені істедің, қазір жағдайың жақсы, жаман емес. Сол үшін дәл қазір бүгін дұрыс шешім қабылдап үйреніңдер. Дән да бұл. Вероятностың. Қазіргі сәт, всегда қазіргі сәт, это дән. Дән, қазіргі сәт, всегда қазіргі сәт, ол дән. Здесь и сейчас. Сейчас говорит на сөзді. Здесь и сейчас мені қазір сезініп отырсың ғой, бұл Құдайдың территориясы, бұл вечное сейчас. Бұл жерде бар ғой, андай өспейтін дән жоқ. Қандай дән егесін сонда өседі? Любой нәрсе орындалады бұл жерде. Мен оянған адамдарға абайлаңдар деймін ғой. Не ойлайсың, бәрі өседі. Бәрі алдыңнан шығып тұрады. Короткий период еще көп емес, там 2 жыл, 3 жыл күтудің қажеті жоқ. Бір айдан 3 айдың ішінде өзгеріп кетеді бәрі. Өзін түсіндіре алмай қаласың. Тек мен айтқанымды істеңдерші деймін. Енді мен сізден уже 4-ші подкастын түсіріп жатырмын ғой. Примерно мен сол оянуға келдім ба, сырттан қараған кезде қалай білінемін өз адам. 1-ші подкаст танысқан кездегі мен, қазіргі танысқан, мен уже бір айдан асық танимыз ғой бір-бірімізді.
конечно мен келе жатсың, сол этапта оянып қойдың ғой уже. уже оянып қойдым. Иә, мына поле жібермейді сені. Сенде болды ма өзі бір мына жерде отыра бергің келді, тыңдағың келеді, сондай әсер болды ма сенде? мен бірінші подкастта сондай болған, түсірген кезде. Иә. Обычно подкаст түсірген кезде запись басамын да, бәрін туралап, бәрі дұрыс па деймін де, шығып кетемін, аяқтап отырып, монтаж жасап отырып. Потом тут я сен сидел до конца. И до сих пор сөйтіп отырып көріп келатырмын до конца. Вот. А потом исследование кетеді, самоисследование. Оянған адам іздене бастайды. Ол дұрыс, ол оянудың бір этаптары. Бірақ іздену арқылы бұны оянуды цельге айналдырмамаңдар деймін да. Бастапқы этапта не екенін түсіну керек адам, миға информация керек. Өйткені ми білмейді қазір бұны, сол үшін бізді қазір көбісі қабылдамайды. Ми түсіндіре алмайды, ондай информация владеть етпейді ол ояну туралы. Сонымен сен зерттей бастадың, иә? Мен сөздеріммен анау не, мынау не, интернетті аштым. Соның өзі оянудың бір бөлігі ғой, этапы уже. Көрдің ба? Ертеңгі күн за гранью ойдан шығасың, эгоны тақтан түсіресің, сол кезде бәрі идеально болады. Қазір просто эгоны сыйпаламай айтатын болсам, Құдай іштен шығып кетті адамдардың. Эго басып алды ма? Бұрын тақта Алла отырған, бәрін тыңдап, сен жылап жатқан нәрселерін тыңдап, көмек беретін адамға көмек беріп, тақта отырған. Қазір просто шығып кетті ол. Іштеме түсіндірген де жоқ, іштеме айтқан да жоқ. Просто орын қалмады да, сол таққа, центрға эго отыр болды. Соны түсіріңдер деп жатырмын мен қазір. Сол үшін біз Құдайды как пустота ретінде сезініп жатырмыз да. Как тишина, пустота, орнын солай сезіледі. Біз ешқандай жарық та көрмейміз, іштеме көрмейміз ол жерде. Понимаешь? А енді қазір тақтан эгоны түсіретін болсаң, Құдай қайттан келіп оралады адамдардың ішіне. Ол келеді. Просто орын жоқ қазір. Өткен көптеген адамдар дінді Құдайдың өзінен жоғары қойып қойды. Құдай сол үшін шығып кетті. Дінді, ритуалдарды, обрядтарды, мешіттерді, кітапты, тіпті даже бір-бірін қырып жатыр сол дін үшін. Обряд, ради обряда сияқты көп сияқты. Ради обряда. Ол негізі былай болған, дін деген ол Құдайды тану оқу орталығы болған да. Құдайды танып, ары қарай сезініп, ізденіп, түсініп, как лестница ретінде жылжу керек болған адамдар. Жоқ, олар келді, сенімге келді, тіреліп қалды. Ары қарай ешкім айтқан жоқ, мен оны сезгім келеді. Оның махаббатымен өмір сүргім келеді деп ешкім айтқан жоқ. Наоборот, қазір дінде жүргендер ауыр сөйлейді. Ауыр сөйлейді? Иә. Аузына ие боламайды. Радикалдар, мен мысалы қанша жыл полиция қызметінде жұмыс атқардым ғой. Именно осы убеждениеға, діни убеждениеға тойып алған адамдар бар ғой. Істеген іс-әрекетіне адам өлтірсе де өкінбей отырады олар. Басқа адамдар өкінеді, мен талай көргем, жылап отырады. Мен қателеспім, өлтіріп қойдым, білмей қалдым деп жылап, өкініп. Аналар жыламайды даже. Мен сол көзден қазір ояну көзқарасымен қарап отырмын да, не деген мынау діни көзқарас адамның жүрегін жұмсартудың орнына қатайтып жіберген ба? Қатайтып жіберген да. Конечно, Құдай кетіп қалады уже. Сонда ол сонда андай болып тұр ғой, енді не сожалеть болып тұр ғой. Не сожалеть? Сонда Құдай мені кеше салады деп тұр ма? Иә, солай. Мен істедім, ладно болып қалды. Жәннатқа кірем, ана мен тәубе келемін да. 70 қор қызымен болам, болды, вино ішем, мынау болды сол. А мен ол неверныйды өлтірдім. Одан даже сұрайсың ғой, сен өкінбейсің ба? Жоқ, өкінбеймін. Сені қайталап айтын бедің бұны? Иә дейді. Алла жолында мен тағы өлтіретін едім. Абсурд қана ғой. Вот. Көрдің ма, неге әкеп тіреді қазір? Миыма сыймайды, анандай түсінік бар ғой, ше, жаңағындай радикальный темаларға. Конечно, соны айтып отырмын ғой мен. Ол Құдайды тану оқу орталығы болды ғой. Сендер не істеп жібердіңдер деп жатыр Құдайдың өзі. Неменеге сендер менен артық намазды да, басқа бір оразанды да, мешітті де, храмды да, Библия, Тора, қандай кітаптар бәрін менен жоғары қойып қойдыңдар ғой дейді. Мені вообще ұмытып кеттіңдер ғой сендер деп. Кітапқа тағып кетпейсің. Сендер мен махаббатпын деп тұр ол. Сендер не істеп кеттіңдер деп жатыр. Немене бір-біріңді қырып жатсыңдар дейді. Маған дін де керек емес дейді. Маған сенің вообще мынау ритуалдарың да керек емес, мешітің де керек емес.
Сендердің өздеріңнің маскаларыңды, образдарыңды құрам деп салып тастадыңдар бәрі дейді. Реально қазір мен осы состояниеда жүрмін, оған ештеме керек емес. Ол абсолют. Оған сенің намазың да керек емес, құлшылығың да керек емес. Мешіт те керек емес. Оған бір учение, кітаптар да керек емес. Ол мұқтаж емес қой, по идее. Мұқтаж емес ол ештемеге. Соны сезіну керек та. Ол бірақ нәрсеге керек оған. Махаббат па? Иә, махаббатпен өмір сүру. Оның миссиясы сондай болған. Өмір сүру үшін жіберді ғой негізі. Иә, өмір сүріп, сен арқылы осы өмірді познавать ету, көру. 8 миллиард адамның ішінде отыр да. 8 миллиард чувство көреді. 8 миллиард нәрселер көреді, өзгерістер. Адам қалай познавать етіп жатыр, адам қалай дамып жатыр. Бұл жай ойын. Жалған өмір деген осы кезінде айтушы еді, бұл жалған өмір. Ойын, жай ойын. И определенный уақытта адамның жаны деп жатырмыз ғой, жаны это Құдайдың бір нұры да ішіндегі. Ол өзінің үйіне оралады болды. Ойын біткенде. Сол кезде мына жақтың бәрі иллюзия болып кетеді уже. Іштеме қалмайды. Матрица сияқты ма? Тек не қалады? Жаратушы қалады болды. Одан басқа ешкім де іштеме де қалмайды. И сен үйге оралған кезде сен как уже ойла, осы жерде адамдар менен сұрақ қояды да, не болады сонда біз не жәннатта жүрмейміз ба не? Сен Құдайдың қорғыз қайда кетті? Иә, қорғыз қайда кетті? Сен Құдайдың өзі боласың ғой, уже сливаться етесің, сен оның бір бөлігісің. Болды, ол үйге қайтты, кім қалады? Құдай қалады, сен соның бір бөлігі. Құдай болып қаласың. Енді частичка Бога дейді ғой. Частичка Бога негізі. Әр адам соның энергиясымен жүр. Жесткий болды негізі. Так, тағы да қандай сұрақ қалды мен ішіндегі? Обычно сұрақ жоғалып кетеді осы жерде ше. Иә, менде алдында да бір сұрақ қойғам соны. Сол жаңағы енді мен дін бойынша бір сұрақ айта қояйын. Представьте, вот басқа елде, мұсылман емес та ол. Япония болсын, Корея болсын, бір азиатта өте жақсы бір семья тұрады. Семья тұрады, ешқандай күнә жасамаған, бала шағасын өсіріп, жұмысын адал істейді, еңбектенеді. Бірақ иман келтірмеген да, короче. Бірақ ол мұсылмандардан да қатты өте адамгершілігі бар, ол Құдайға сенеді. Құдайға сенеді, өзінің бір Құдайы бар, енді ол білмеймін қандай екен, бірақ біледі, что Құдай бар екенін біледі, жаратушы бар екенін біледі. И мына жақтағы тоже бір діни адам бар, который жаңағы айтпақшы адам өлтіреді мысалы да. И анау тәубе келеді да, кешірім сұрайды да, Құдай оны кешіреді да, анау иман келтірмеген үшін ол тозаққа кетеді дейтін ұстанымдар. Мен алдында да бізде подкаст жүрген кезде тоже бір-екі имамдарға да сол сұрақтарды қойдым. Бірақ ол әрқайсысы әртүрлі жауап берді негізінде. Бірақ мен ол сұрақтарға қанағаттанбадым. Как это понять? Соны түсінбеймін да ол. Әрине олар жауап бере алмайды, имамдар жауап бере алмайды. Олардың көзқарасы туннельный. Олар иман келтіру керек дейді, иман келтірмесе болды, ол қандай адам болса да ол тозаққа кетеді дейді. Енді әлемде өзі қанша миллиард мұсылмандар бар. Қалған бәрі тозақта жанады деп. Еще соған ликовать етеді ғой. Мен өзім сондай болғам. Мен дінде жүрдім, ол ойынға да әбден ойнағам мен. Мен өзімнен байқадым. Мен адамдарды бөліп, іштей мынандай сезім болды, сендер әлі тозақта жанасыңдар ғой деген сияқты. Өзімнің эгам көрдің бе, Құдай санап алған ғой өзі. Ол эго ғой сізге жауап беріп тұрған. Конечно, адам эгосы тронға отырып алғанда таққа. И мен ішімнен айттым, мен отбасыммен жәннатқа кірсем болды деп, әйеліме хиджаб ки деген мен даты ғой. Отбасымен жәннатқа кірсем болды деген ол эгоизм болып тұр ғой. Эгоизм болып тұр ғой. И бүйтіп басқа ұлттарды қарап, бәрі ішінде мынандай эго оянып алған. Сендер жанасыңдар, пытырлап тұрып деген сияқты. Соған рахаттанып тұрдым. Құдайдың мейірімділігі деген жоқ кәдеге соны. Қазір енді мен ояндым ғой, қазір былай қарайтын болсаң, соған рахаттанған екенмін да кезінде. Сендер әлі жанасыңдар, мен соны көремін деген сияқты. Қандай эго деген, Құдай санап алған. Қазір мен қаламаймын ешкім жанбасын деймін, бәрін жақсы көремін. Мен дінім махаббат болды деймін. Енді сенің сұрағыңа, осы сұрақтар ғой оянуға алып келетін адам. Мен ол сұрақты бұрыннан қойып келем, қалай ол дұрыс емес қой ол деген. Конечно, бұл сұрақтардың бәрін мынау заңдар жабады. Реинкарнация, одан кейін кармический закондар, осы ғана жабады. Олар ешқандай тозақта жанбайды, қорықпа. Тозақ осы өмірде
жұмақта осы өмірде. Тозақ деп айтам мен, ол перерождение, адам қайталанып шаршап кетті. Мынау жан бар ғой, шаршап кетті қазір, туыла берді. 5000 рет 10 000 рет келген. Бұл ше бір жануар болып келді, анау хайуан болып келді, адам болып келді. Бұл ше и ол үйге қайтқысы келіп отыр қазір. Болды. Сол үшін мені тыңдаған кезде адамдар түсіндіре алмайды, бірақ жылағысы келеді, потому что бұл жерде ақиқат тұр. Жаны шаршап кеткенде мені көрген кезде іші жылып уже көз жас өзінен өзі аға береді. Кейбір дайын адамдарда, егасы уже құлаған адамдарда. Сол үшін енді бұл сұрақ менде де болды. Не үшін біреу там басқа елде туылды, мысалда исламға жақында емес, Корея болуы мүмкін, Япония. ол шығыс ол сондай тәрбие көрді. Бармаған мысалы. Оның кінәсі жоқ, вообще кінәсі жоқ. Оның тәрбиеледі солай кішкентай кезінен. Көп қой онда семья, миллиард адам, ойлашы. Ол вообще ислам дегенде түсінбей кетті да. Ол мен егер сөйтсем, мен Аллаға конкретно сұрағым болатын еді. Сен әділ деп айтты, мысалы, дейтін едім. Кән әділдігің дейтін едім. Неге мен білен японец болып туылдым да, мен қазір тозақта жануым керекпін. Мен солай тәрбие көрдім ғой деп айтатын едім мен оған ше. Неге пәлен миллион адам қырылып қалды деп айтатын едім. Қай жерде сен әділдігің деп. Мен Аллаға егер діни көзқарас болса, менде сұрағым миллион болатын еді оған. Неге балдар ауру туылып жатыр? Олардың кінәсіне не сынап жатсың сен оларды дейтін едім мен. Неге бір семьяда жақсы бала туылады, бір семьяда ауру бала туылады? Ол өмір бақи қиналып барып жәннатқа кіру керек екен да, мына өмірде, жалған өмірде болсын. Қазіргі көзденемен ғой енді. Иә, қазіргі көз. Мына бала сап-сау туылады екен да, и ол да жәннатқа кіреді. Ананың кінәсі не деп мен сұрақ қоятын едім негізі Аллаға. Егер діни көзқараспен ол жерде қалай сен сынадың дейтін едім. Не үшін сынадың сен оны? Не істеп қойды ол сынайтындай? Сен әділсің ғой. Айтшы маған дейтін едім. Ал мына жерде уже ояну көзқарасымен менде сұрақтар жоқ Аллаға. Идеальный дейсің ғой. Идеальный бәрі. Даже миллиметр бұл жерде бәрі шатаспайды екен. Матрица жұмыс істейді бәрінде. Заңдар жұмыс істейді. Алла ешкімге былай төбеден тұрып, қарап, сен бүгін жазалаймын, сен жәннатқа кіргіземін, сен жандырам деп отырған ешкім жоқ. По идее, адам өзі істеп отыр да, эгосы ғой негізі. Эгосы, и мына әлем просто ойын. Өмір сүру керек адам. Қуанып, махаббатпен өмір сүріп өтіп кету керек болды. Ойынды ойнау керек. Сол. Эволюция души деймін ғой. Жанның тәжірибе жинауы дейді бұны. Қалай ойнайтын өзің енді қара, жанның тәжірибе жинауы. Жан не? Частичка Бога. Значит, кім тәжірибе жинағысы келеді? Эго ғой? Жоқ. Жан ба? Иә, жан қайтады ол қазір. Иә. Значит, кім осы әлемде? Алланың өзі біз арқылы осы әлемді бәрін таниды. Өзін өзі таниды. Көреді. Сондай ойын. Керемет, иә. Сол үшін бұл жерде уже вопростардың бәрі жабылады. Не үшін бала ауру туылды? Потому что ол оның кармасы. Не только оның кармасы. Оның әке шешесінің. Сол балаға қанша адамдардың ішкі күйін өзгертіп жатыр, сол адамдардың бәрінің кармасы бар ол жерде. Баланың өзінің кармасы 40% болуы мүмкін, әкесінің кармасы 30, шешесінің кармасы 60, солай жиналады. Осы ма жаңа матрица дегеніңіз? Иә, матрица деген. Потому что алдыңғы воплощениеда бала сондай іс-әрекеттер жасап қойғанда, и соны өтеу керек. Көрдің бе? Мысалы, мен айтам ғой, біреуге зиян келтірдің, қара. Біреудің бір затын алып қойдың дейік. Ол зат ол адамға мысалы 7 ай 8 ай депрессияға түсірді, әкесінен қалған бірдеме мұра шығады мысалы да. Қиналып кетті анау 7 ай. Анау ұрлаған адамға түк емес бұл, алтыда сатып жіберді. Кайфовать етіп тастады ана ақшаға. Бірақ матрица оны сақтап тұр, қайтарып беру керек ана. Қалай қайтарады? Туылғаннан кейін ба жаңағы? Жоқ, қарайды қазір. Так, бұның затын алып қойсақ мынау. Оны түк емес қой бұл зат. 7 ай бұл депрессияға түсу үшін не істеу керек? Баласын алып қою керек. Көрдің ба? Система жұмыс істеп жатыр. Баласын алады, или үйін жағып жібереді, машина авария болады, бірдеме болады.
То есть кармическая система деген иә ол көрдің ба затты қайтармайды да нені қайтарып беріп жатыр, алып қойған адамға келтірген күйді қайтарады. 7 ай стрессқа түсті ғой адам. Көрдің ба, бұл тонкий нәрселер өте көп кармический. И анау адам түсіндіре алмай отыр, е-мое, қалай болды мен не біреудің баласына зиян келтірдім ба дейді. Түсіндіре алмайды өзіне. Бірақ матрица солай жасайды, или божественная система деп айтамын ғой, Құдайдың жүйесі, что ол адам өкініп, екінші ондай нәрсеге бармайтындай жасайды. Или баласын тастап кетті мысалы. Баласын тастап кетті, бала кішкентай кезінен бастап детдомда өсті. Көп ондай жағдайлар. Иә, детдомда өсті да. Бірақ бұл Құдайдың жүйесі солай жасайды, что ол келесі өмірде өледі да, келесі өмірде әке-шешесі қайтыс болып кетеді, өзі детдомда өседі. И осы система оған по-любому айтқызады да, бәрібір айтқызады, мен екінші бала-шағамды тастамаймын дегізеді ғой. Екінші мен біреудің затын алмаймын дегізеді. Жаңа мойында көріп иә, вот это и есть эволюция души. И перерождениеда вообще реинкарнацияда бұрынғы воплощениедағы ойлар, памяттар мысалы, соны память ұстап қойды, соны жауып тастайды. сол сақталмай ма деп ше? Сақталмайды. Кейбір иістер ғана сақталады, там движение, әрекет, бірдеме кішкентай кезінен балада байқалады. Бұрын кім болғаны ше? Байқалады. Ол сақталады, бірақ память сақталмайды. Память өткен қазіргі сәттегі мынау біздің биологический денеде қалқамай ма ол память? Мида да? Иә, осы мида, прошлый миды қазір алып мына жаққа қосатын болсақ, біздің психикамыз көтермейді. Ол жерде де жақсы жаман уақыттар болған, көтермейді. Даже байқайсың ба, кейбір балдар вундеркинд болып туылады, олар кішкене алып келгені қалып қалғаны. Не үшін бала 4 жаста бүкіл 4-значный, 5-значный цифрларды қоса береді? Иә. Бірақ байқайсың ба, көпке бармайды. Мен көремді сразу, мен психикасы көтермейді оны деймін сразу. И 20-30 жылдан кейін ана бала қайда екенін де білмей аласың уже. Открытие да жасамайды ол. Или жынды болып кетеді, или... Так что сондайға дейін апармаңдаршы балдарды деймін да қазір. Прям өмір сүрсін, усиляйте олардың тек олар жақсы көретін жағын. Еврейлер сөйтеді. Мысалы бізде наоборот қой, бала там математика тартамай жатыр ма, математикаға беріп тастайды, тарт деп. Жоқ, оның қызық. Усилять сильный, да? Иә, усилять сильный. Оның қарада, ол қай жағы мықты, сол жақты тартты. Анау тартылады кейін өзі, қалған нәрселер. Зато ол бір нәрседен открытие жасайды. Музыкадан, там, творчестводан, режиссерство, ән салу, поэт, жанр, писатель, любой нәрсе болуы мүмкін, да? Адамда көп қой қасиеттер. И жалпы кармический нәрселер дегеніміз осы, это перерождение, бұл өте ұзақ, и реинкарнация деген ұзақ, и қиын темалардың бірі бұл жерде. И мен бұл жерге кірмеңдер деп айтқан себебім, и чё сен білдің? Жарайды, кім болғаныңды. Ол ничего не меняет. Өзгерте алмайсың. Иә, вот қазіргі моментте өзгерт болды. Өмір қазірде іздеме болды. Ол эго білгісі келеді, мен кім болдым, мен сол бұрынғы воплощениямдағы есіме түсіргім келеді. Ничего, сен жарайды, мен айттым патша болдың, ничего, бірден өзгерді ма? Ештеме өзгерген жоқ. Мен өзімді білемін ғой, кім болғанымды, сол үшін айтамын да, ешкім өзгермейді деген ол. Сен өміріңе бір әсер де бермейді. Қазіргі моментті өзгерту керек саған. Өшерде Құдай қазір, өмірде өшерде болды. Басқа жерде ештеңе. Негізі всегда здесь и сейчас ғой, негізі уақыт солай ғой. Не алдыға жылжымайсың, не артқа жылжымайсың, только қазір ғой. Тура қазір жүре береді. Так что бұл оянуда мен еще көптеген айтпаймын көп темаларды. Қазір көтере алмайды ғой адамдар. Ми көтере алмай ма? Конечно. Ё-моё, қазір мына информациясын өзің қазір ойланады, қалай ол реинкарнация. Ойлаш, бүкіл өмір сен бүкіл убеждением бәрі сындыра болсын. Иә, убеждение. Мен де мысалы түсінбей тұрмын, қалай ол деп, реинкарнация деген қалай деп. Түсінбеген жерлерін сұрап алсаң болады ғой. Как так деймін ғой, душа. Жаңағы біздің жанымыз деп тұр ғой солар. Қалай ол прошлый жизньде болған примерно. Мысалы, ладно, мен қазір өмір сүріп алдым, соны менің алдыңғы өмірім 15-ші ғасырда болуы мүмкін ба деген сияқты темалар ма? Конечно. Или біздің заманымызға дейінгі какой-то бір уақыт өмір сүріп. Любой уақыт болуы. Любой уақыт. Измерение, ты че? Өзің білесің ғой, сол жақты зерттегенсің ғой.
даже басқа планетадан туулуы мүмкүн. Мысалы черный магиямен айналысатындар көбінше жын әлемінен туылады. Ничего себе. Вот. Будет эволюционировать все. Опасный зат дейсің ғой. Опасный зат, кірмеңдер ол жаққа. Жындармен айналыспаңдар, черный магиямен деген сол опасный. А ол именно ол әлемде туылған адам, әлемнен туылған мысалы жандар, нұрлар, ол как раз таки осы әлемді көреді да олар. Біледі олар еще адам болған. И есікті каким-то образом портал деймін ғой, порталды ашып жіберсе, сондай осы адамдағы әлемдегі адам ашады оны. Аналар ашамайды. Нечаянно ашып жіберетін болса, ол қатты зиян келтірмейді, постепенно келтіреді. Ол андай как будто адамда Алланың нұры тұр ғой, ол сонымен қорық денгенін жақсы көреді, бүйтіп трубка салып алады да жай сорады, ананың нұры қашады бүйтіп адамның. Свет қашады ғой. Свет қашады. Өмірі түсініксіз бола бастайды. Қорқыныштар пайда болады. Неше түрлі ситуация. Мен ол жаққа ешкімді қорқытқым келіп жатқан жоқ. Ақиқат солай. Кірмеңдер в общем. Просто тып-тыныш оянып жүресің ше. Иә, осы жерде да, өмір қай жерде? Өмір осы сәтте. Не қыласың сен оны? Қазір көптеген андай не шығып кетті, просто әруақтар, жоқ ондай нәрсе. Жындар әлемі бар, болды. Олар любой келбетке келеді да, сен ата-бабаң болуы да мүмкін прошлым. Правильно? И келді де саған, ол саған көмек бере алмайды. Маған бір адамды айтыңдаршы, осы әруақ келіп саған көмек беріп жіберген. Саған көмек беретін ішінде Құдайың шығаратын да сол. Короче, бір Құдайға, Аллаға сену керек. Одан биік, одан жоғары не бар деймін да? Айтшы маған, Алладан үлкен кім бар? Айтсай. Білмеймін, жоқ қой. Жоқ, сол жоқ болуға дайынсың ба деймін мен оянғанда. Потому что Алладан жоғары ешкім, никто. Енді сен сол никто болуға дайынсың ба? Оянуда этаптар бар, мистическая ночь, когда теряется личность, никто боласың. Бір суфи айтқан ғой, бір уәзірге тиіседі ғой анаған, бір суфиға базарда отырған кезде, сен кімсің, сен білесің ба мен кім екенімді дегенде анау айтады, ал сен кімсің деп, мен патшаның уәзірімін дейді. Сенен үлкен кім бар дейді, патша бар дейді. А патшадан үлкен кім бар деген кезде, Құдай бар одан үлкен. А Құдайдан үлкен кім бар десе, Құдайдан үлкен ешкім жоқ, сол ешкім менмін деген. Ничего себе. Вот. Сол үшін бұл жерде пробуждениеде айтылады, готов ты быть никем. Сен ешкім болмағанда, сен бәрісің, сен әлемсің. Сонда бір кино бар ғой, никто деген, nobody дейді да, ағылшынша. Бір адам болады, который мистер никто. Әр түрлі жаңағындай перерожденияларды, әр түрлі персонаждар келе береді, бірақ сол бір адам. И ол сол кинода сол өзінің бұрынғы болған өмірлерінде еске ала бастайды. И ол мысалы былай айтқанда, мысалы 1-ші ғасырдан бастап, 100-ші жылдан бастап, бір будущийдің бір 5000-ші жылға шейінгі периодтарды, короче, сол кино айтып шығады, соның қандай әр түрлі болған персонаждардың. Күшті кино. Вот. Негізі кинода көп нәрсе айтылған шығар. Подсказка береді. Соны мен айтып жатқаным, неге Голливудтан шығып жатыр? Потому что ояқта оянғандар көп. Кстати, неге? Оянғандар көп. Мынау режиссер, сценаристар, ол жерде көп адам оянған. Олар осын как бы түсімді көрдім дейді, ол түсімді емес, ол наиву, оянған просветление, ол әлемнің концепциясын, конструкциясын бәрін біліп отыр. Содан кинолар шығып отыр. Олар же білгеннен кейін, оянғаннан кейін, олар еще научный деятель адамдармен, ғылыми адамдар, ғылымдармен ақылдасады. Квантовый мир, әлем қалай құрастырылған, кино шығармай тұрып. И сондай адамдармен сөйлеседі. И қарайсың да қазір, ё-моё, бұрында жазылып кеткен екен ол бәрі. Оянған адамдар всегда болған. Құдайдың концепциясын, Құдайдың осы әлемнің құрылымын напрямую көрген адамдар бар. Тек бір дінге жабысып алып, соның артынан жүргендер емес. Дінде Құдайды таба алмайсыңдар. Бәйте, ол жаққа кірсең, ұзақ үлкен темалар ғой негізі. Мен түсінбеймін сол жақтарды. Түсінбеймін дегенде мүмкін түсінгім келмейтін шығар, неге адамдар жағында соқсады деген сияқты ше.
неге именно сол дінде жүргендерде именно соларда соғыс көп болады? Больной тема. Енді Қазір ойланбай отырсам ол тақырып бойынша. Конечно, бір діннің өзі ішінде Қырылса береді. қаншаға нәрсеге бөлініп кетті. Бір діннің ішінде өзі қанша адам бір-бірімен қырылысып жатыр да. Кән сонда мейірімдер, кән сонда махаббаттар дейсің. Сонда убеждениемен кәдімгі адамдар жүргендер көп қой қазір, әлде. Шығады қазір 10-15 жылда қазір хиджабтар шешіледі. Ауыр болса да айтайын. Уже шешіп жатыр қазір. Маскаға шыдатпайды қазір. Шектеу заңы түсті. Шектеу заңы дейсіз ба? Иә, ішінен шығады ол. Іштен сілкейді, сүйектің ішінде тығылып тұрған болса да. Потому что айттым ғой бағана, Құдай шығып кетті деп. Сілкейді енді бәрі. Бүйтіп сілкіп түсіріп тастайды ғой тиындардың бәрін. Сол сияқты масканың бәрін шешіп тастайды. Бүкіл эго құрастырылған нәрсенің бәрін алып қояды. Шешіндіреді полностью қазір. Айтып отырмын ғой, хиджабтар шешіледі. Примерно осы 10-15 жыл сондай болады. Мешіттер пустой болып қалады, мен саған айтайын. Енді ол мешітте пустой болып кетсе, ол Аллаға сенбей қалды деген мағынаны білдірмей ма? Білдіртпейді. Алланы іштен көре бастайды. Просто ол эпоха кетіп баратыр қазір. Өзгерістер заңы бойынша алатын болсақ. Өзгереді бәрі, басқашалай болады. Шектеу заңы просто так түскен жоқ. Ол шектеу заңы бәрін обнулять етеді қазір. Балансқа түсіреді. Құдайды басқашалап сезіндіреді уже. Бұрын осындай жағдай болып көрген ба негізі? Шектеу заңы Нұх пайғамбардың кезінде түсті ғой. Топан сумен аяқталды. Обнуление ғой жаңағындай. Иә, ол кезде не үшін болды обнуление? Атлант деген қауымдарды білгенсіз? Иә, қазір киноларда да сол гендерді өзгерте бастады адамдың, генетикаларын. Кентавр деген нәрселерді солар құрастырған. Значит, ол жаңағы біз көріп жатқан оқыған мифический дейміз ғой. Иә, солар құрастырған, өзгерте бастады. Сумен шайып тастады. Миф болып қалды. То есть уже Құдайдың заңдылығына кіріп батты олар, адамды жаңағы жануармен қосу деген сияқты темалар. Қазір де сондай болып отыр қазір. Құдайдың несіне кіріп баратыр қазір адамдар. Қатты кіре беріс кезде, маска киген кезде, және Құдайды ұмытып кеткен кезде, өзін одан жоғары қойған кезде, мысалы таққа эго отырып алды деп отырмын ғой. Сол кезде сондай шектеу заңдары түседі. Кейде топан сумен аяқталады. Қазір топан сумен аяқталмайды енді. Қазір маска шештіртеді болды. Системалар құлайды. Банковский системалар да құлай бастайды. Көп системалар құлайды. Экономический кризис болуы мүмкін. Экономический кризис жесткий болады қазір. Алдындағы кризис әшейін ол басты сыйпалау ғой. Мынау жесткий. Демо дейсің ғой просто. Демо версиясы ғой. Мынау оригинал келе жатыр қазір. Сол кезде дайындалыңдар деймін. Ояныңдар. Оянған адам бұл жерде қазір спокойно өтіп кетеді. Өткізіп. Спокойно болғанда и психологически спокойно, и финансовый отношения спокойно. Көтеріп кетеді ол. Көтеріп кетеді ма? Иә. Финансовый кәдімгі көтеріп кетеді. Елдер қиналып отқан кезде. Ол үшін масканы шешетін заманда қазір. Олар қазір іштей сезіп отыр уже бәрі. Негізі глубине души адам по-любому бір нәрсені сезеді ғой енді. Иә. Ішкі өзінің менім я деген болады ғой, сезесің ғой. Но все равно жаңағы получается мендегі бір сенім пайда болады да ішінде. И бағана маған әсер етіп тұрған сонда эго ғой, жоқ Асхат ол былай емес деп дейді ғой мысалы. Сол эго ғой негізі айтып тұрған. Конечно. Эго, потому что тақта отыр, оны қалай анықтаймыз дейді да. Сенің ситуацияға реакцияң арқылы. Тойға барған кезде анықта, базарға барған кезде. Тойда нағыз эго дейсің ғой. Иә, қалай сен сынап отырсың, қазір көрсей өзіңді алдамай. Ой, сорлы, мынау былтырғы киімді киіп апты ғой әлі. Бұл эго сөйлеп отыр. Иә да, бейшара болып отырсың ғой дейді да. Өзін биік санап отыр. Өзгерген адамдарды. Өзгеріпті ғой мынау. Келесі жыл банкрот болатын шығар. Боқпаса екен деп отыр да, эгосы көрінбе қалай Құдай санап алған. Солай анықтауға болады ғой. И сен білесің ба мен кім екенімді? Кім айтып тұр оны? Эго ғой, иә. Адам өсіріп тұрған жоқ. Адам ішінде сөйлетіп тұр да. Хотя сен рухани сондай адам шығарсың, может намаз оқитын шығарсың, бірақ істеп жатқан іс-әрекетің вообще сәйкес емес те оған ше. Мен дінге қарсы емеспін ғой. Мен дінде тоқтап қалмаңдар деймін. Дін керек қой. Определенный адамның перспективадан өтетін кезінде. Просто онымен шектелмейсің да, ары қарай не бар? Дұрыс па? Не бар ары қарай? Сонымен зерттей бастайсың. Адам деген развиваться ету керек қой. Эволюция деп айтып отырмын ғой. Қанша нәрсе эпохалар өтіп келіп жатыр.
Қазір Римский империя, Сақ империясы мен қазіргі уақытты салыстыршы, не бір нәрсе құрастырылып кетті. Егер құр дінмен отырсақ бірдемен құрастырылатын ба еді? Бүкіл технологияның барлығы негізі Америкадан шығып жатыр, Голливудтан шығып жатыр ғой. Кез келген айфонды алайық мысалы, қазір айфон болмаса, WhatsApp болмаса, қазір қаншама семьялар бір-бірімен сөйлесе алмайды енді. Бірақ соны ойлап тапқан адам, походу оянған адам болып тұр ғой, пробуждение етілген. Конечно. Потому что ол артынан ақша дәметіп отқан жоқ та. Ол адамзатқа қандай пайдам тигізем деген ниетпен істеліп тұр ғой негізі ол. Солай қазір көзқараспен істейтін болса, любой тірлігі жүріп кетеді. Қалай мен пайда алып келем адамзатқа. Өзім қалай пайда көрем емес, эго өзім деп ойлайды всегда. Пайда көрем қазір, мен мына товарды алып келем де бәріне пихать етіп тастаймын деген сияқты. Менде бәрі сондай болатын. Так, қазір бір курс ашып жесем, осыны ақша тауып алсам, ауырып өтпей кетеді да. А мен тұрамдан ауырып, осыларға пайдалы болсыншы деп бүйтпей жатсам, мынау қайтадан бүйтіп сұрай бастадым, мен алайықшы деп ше. Сол кезде түсіне бастадым, мен начал наблюдать бүйтіп ше. Тексеріп көрейінші тағы да бір рет қалай болады екен деп. И турадан да ойлағандай ғой. И қазіргі мендегі өзімнің енді ойым уже андай қалай көп подкаст түсіріп ақша табу емес, қалай подкасттың качествосын, деңгейін өзгерту деген менде сол цель болып тұр қазір. То есть ешкім жасамаған качествоны, ешкім жасамаған жаңағындай сапаны, және дейді ғой жаңағындай креативті қалай іздесем екен, қаяқтан іздесем, күніге мен іздеймін, мен күніге ізденемін ғой. И қазір мен уже қазақстанский подкасттарда емес, мен уже ағылшын тілінде подкаст көре бастадым ғой. И соны көре бастаған кезде уже, оказывается, ағылшынша көре бастаған кезде құлақта үйрене береді екен ше. И түсіне бастайсың да сөздерді де, олардың барлығын. И көзің ашылады кәдімгі, мынандай да формат болады екен ғой, мынандай да стиль болады екен ғой, давай былай түсіріп көрейік биыл, давай біз светті бүгін басқаша бүйтіп қойып көрейік деген сияқты ше. И көп нәрсеге көремін, күшті екен оказывается ізденген кезде. Сол жастарға айтатын, осылай істеңдер, алаңдамаңдар, ойын бұл. Махаббатпен қараңдар бәріне. Істеп жатқан нәрселеріңе бір ерекшеліктер қосыңдар, ізденіңдер. Соны бәрі жақсы болады. Аллаға сеніңдер жүрекпен. Жүрекпен сенбейсің. Әрине. Бір жерден іздемеңдер. Тема. Өзімен өз болып кете береді. Түсіндіруге де стараться етпей оны пихать етіп па? Не түсіндіре алмайсың. Сен оянсайшы деп ол деген емес. Оянсайшы деп айтушы. Айтушы ол эго айтып тұр ғой негізінде. Конечно. Оянуды бір дінде жүрген модельдерді оянуға әкелгісі келеді қазір көп адамдар. Оянып аламын да бәрі дұрыс болады деп. Оны анықтау керек. Кім оянып алады? Эго қайтадан көрдің бе? Наоборот, эгоны ойлап жүресің ғой. Солай ойлап жүр ғой там біреулер кезінде мысалы дінге келген кезде де немесе намаз оқи бастаған кезде де мысалы намаз оқасыз ба? Түпкі не мысалы ниет қандай болды мен намаз оқыған кезде. Мен өзімді айтайыншы, басқаларды емес. Мен бір материалдық жағдайымды түзегім келді негізі. Мен де сондай болған ше. Ол өтірік емес шынымен. Қазір мен намаз оқимын, одан кейін менің бір бизнестарым жүріп кетеді деген менде ниет болды. Менде де сондай болды. Оқымасам қазір что-то бір провал болады. Оқымасам қазір бәрі қирайды, жолым жүрмейді, жолым жабық болады деген бір түпте сондай ниет болды. Мен Алланы сезінемін деп не алған жоқ. То есть Алла тұрған жоқ қой өзі. Определенный уақытта байқадым. Өзімді айтайын, без маски қазір менде вообще никтомын ғой, маған бәрібір. Қазір кім не деп айтса да. Может мені тыңдап өзін көретін шығар қазір. Бір уақытта ол да намаздан да ешқандай құлшыныс алмадым мен. Ол маған бір гимнастика сияқты болып кетті. Айтым парыз ғой, бұл істеу керек. Бірақ ішімде бірдеме жан ғой, бәрібір таки былай қарасам. Негізі жан это истина ғой, негізі ол по-любому сезеді. Истина сезіп тұр да, и маған айтып жатыр былай, өтірік істеп жатсың ғой деп жатыр да. Сен шешем маскыңды. Бұл жерде Құдайды таба алмайсың деген сияқты. Сенге қазір бәрі өтірік болып жатыр деді. Жоқ парыз деп ұстанғым келді. Жоқ іштегі сопротивление, қарсылас. Жоқ өтірік болып жатыр. Сен шынайы болуың керексің деген іште сөз шығып тұр ғой мені баста. Масканы шеш деп тұр. Масканы шеш деп. Жарайды, оны да шештім. Бірақ бір қарасам, двойной маска киіп алғанымды да көрдім ғой. Бұрынғы араласып жүрген балдардың қасында оқимын да бірге намазды. Үйге барсам оқымаймын.
мен де сондай болып барам. да сол кезде көрдің бе қандай маска деген маска сондай, мен де маска киіп алған кездерім болған екен ғой. бірақ жаман жаным қиналып кетті сол кезде, өзім жей бастадым. Ішінде жейсің ғой кәдімгі, ұялмайсың ба? Сен ана жерде біреулермен оқып жүрсің да, мына жақта үйде оқымай жатсың ғой деген сияқты. Содан кейін шыдай алмадым, соңында айттым, короче, ол кезде мынандай ұғым бар ғой, қазір бар шығар. Сен намаз тастамайсың, намаз сені тастап кетті деген сияқты. Мен намаз тастап кеттім. Намаз ол субстанция ма сонда ол бір? Тастап кетті. Қалай тастап кетеді сен ол? Жоқ, намаз ол как, оның функциясы негізі бар ғой. Субстанция емес ол өзі. Как будто бір суши сияқты алады да, ол сені тастап кетеді да ол. Догма ғой ол, обратно такие убеждения ғой, әйтеуір бір. Намаз негізі кәдімгі медитация ғой ол. Кәдімгі деп отыратын медитация. Бірақ оның басқа түрі. Медитация. Один из инструментов медитации ғой. Один из инструментов медитации, оған поклоняться етіп, оны бүйтіп жоғары қоятын нәрсе емес ол намаз. Медитация, Құдаймен связь болды. Истокпен, свет, абсолютмен связь ұстайтын жер. И оны көрдің бе, жоғары қойып алды да көп адамдар. Сосын Құдайды алып тастады да, мен қазір намаз оқымаса, менде какой-то провал болады деп тұр, ол Құдайға сеніп тұрған жоқ, ол намазға сеніп тұр. Намазға сеніп тұр ғой, кітапқа сеніп тұр, мешітке сеніп тұр. Құдайды вообще ойлап тұрған жоқ. Соны қорғап жатыр. Құдайды ешкім қорғап жатқан жоқ. Ұмытып кетті оның вообще бәрі. Сен білесің ба, Құдайға тіл тигіздің деп кім айтып жүр қазір? Сен намазға тіл тигіздің дейді. Сен исламға кір келтірдің дейді қазір. Сен мешітке тиіспе дейді. Ешкім Құдайға тиіспе демейді. Құдайды көрмегенде ешкім. Кім айтып отыр қазір? Құдайды сезіндім, Құдайды биттім. Я его почувствовал, ода мейірім, ода махаббат екен ғой деп ешкім айтпайды ғой қазір. Сол сияқты бір күн мен де анау маскамды болмайды дедім, былай сөйтіп намаз мені тастап кетті деп ашық. Сол кезде еркіндік сездім. Блин, а что так можно было, что ли, деген сияқты ғой. Сонда мендегі убеждение андай болып тұр да, намаз оқымасам какой-то ақша келмейді. Ну, Марк Цукерберг ақша келіп жатыр, намаз оқымай ақ деген сияқты. Сонда іштей ойланамын да, қалай ол, неге мен ондай, знаешь, өзім шақырып аламын ғой жаңағындай ақша келмейді дегенде, сол состояние бағана суперпозициядан соны вариант таңдап алып жатырмын ғой мен. Вот дұрыс айтасың, ақсықат. Когда адам ойлайды да, ол бола береді ойлаған кезде. Ой ол программа, ақылмен оған комментировать ететін вибрация. Кейін кішкене внимание беріп, мағына беретін болсаң, ол уже реальностьқа айналады. Мен кейін түсіндім. Өйткені Алла тағала до того да, қара да, мүмкіндік беріп қойғанда, сен не ойлайсың, не сезінесің, да будет так дейді ғой. Сен қазір қиналып отырсың ба, қиналып кеттің, да будет так. Жерді болсын, дальше жерді алға береді. Болды, сұрап жатыр екен деп ойлайды оны. Система солай жұмыс істейді. Сен сөзіңді емес, ішкі постоянно тұрақты күйіңді считывать етеді да, и саған қайтарып бере береді. Болды, соны сұрап жатыр екен. Сол үшін қуанып жүріңдер деймін ғой. Қуанып жүріп, махаббатпен қарайтын болсаңдар, сендерге сондай іс-әрекеттер, сондай адамдар, сондай нәрселер жолға бастайды. Ал егер бағанағыдай шыбын болатын болсаң, конечно, сен тек сондай нәрсе тартасың өміріңе. Говно адамдар кездеседі, говно ситуациялар болады, вообще түңіліп жүре бересің ғой. Бір ай қуанып көріңдерші деймін ғой, просто нейтрально. Өтірік емес, шынайы. Мен бармын, сол үшін қуанып, сол үшін қабылдап. Аяқ қолын түгел дейсің, дейін сол. Түгел. Всегда ведь могло бы быть еще хуже деген сөз бар менде. Бұрыннан ұстанатын. Сол 2018-де оянып қойғанда, көрдің бе? Сондай ситуациялар сол кезде болды менде. Намазбен, дінде жүрген кезде. И потом уже 2024-ке дейін келгем ғой, уже темная ночь души өтіп ше. Ол сондай убеждениялармен. Ол әшейін кетіп қалған жоқ қой менде. Мен бос өзім болдым, бос болдым, бірақ іште убеждениялар тұрды сондай. Енді бәрі қирайды деген, өткен намазменен кетіп қалды деген ше. Онда обратно таки өзім жасап алғам. Темная ночь душиды. Барлық ситуацияны еще қиындатып жібердім да, өзім жасап отырмын. Қазір бәрі жақсы, нейтрально. Понятно. Так что айтқым келетін ояныңдар. Ояныңдар, әрекет етіңдер дейсің. Әрекет етіңдер, махаббатпен қараңдар. Серьезно қарамаңдар бұл өмірге. Тек күліп қараңдар.
бүйтіп қарамаңдар. Иә, сөйтіп қалсын, сөйтіп қайда короче. Иә, күліп қараңдар болды. И сендерге ол да күліп қарайды болды. Сол өтіп кетесіңдер жалған өмірден. Күшті болды. Примерно сұрақ бітті менде. Осақ па не? Тағы да ініп келем келесі подкастқа. Давай. Так, қазір соңғы 5 жылдықта жаңағындай коучтар, психологтар өте қатты көйіп кетті. Коучтар, гипнокоуч дейді, бірнәрсе коуч, энергокоуч, бұрынғы детский уақытына апарам, көзін жұм, жаңағындай бір гипнозбен апарып алып келіп, оны жылатып, жаңа травмасын қайтадан емдеп, проработка істеп дейтіндер көбейіп кетті ғой, әлі де бар ғой олар ше. Енді солар оянған адамдар ма, негізі сенуге бола ма негізі ондайларға? Жақсы сұрақ, иә. Енді мен былай айтқым. Мысалы, мен оянған темада туралы вообще білмеймін да. Ояну темалы. Представьте, есть человек, который ояну деген теманы естімеген. Но жаңағындай бір жұмыс жүрмей жатыр да, ол психологқа барып, жаңағындай бір проработка істеп келдім деп не істейді. Сол кезде жұмыс жүріп кетеді деп ойлайды, короче. И насколько можно сондай адамдарға сенуге? Енді мен былай айтқым келеді да. Көп болсын коучтар, психологтар. Адам солар арқылы қазір оянып жатыр. Олар болмаса ояна алмас еді қазір. Не үшін? Ол білді, ол өтірік екен. Сені ешкім құтқарамайтын олар түсінді қазір. Ойынның бәріне тойды. Олар болмаса қалай білетін еді? Ол оянуды қазір чуш деп отыратын еді қазір. Мысалы, осы қазір ояну туралы 15 жыл бұрын немесе там бұрынғы ғасырларда айтқанда, не ұлттап отыр еді деп мен басым жауып тастайтын еді болды. Мысалы, Қожа Ахмет Яссауи неғып айтамады, Әл-Фараби неғып айтпады, Имам Газали, Имам Аль-Джунейд Аль-Багдади, мысалы, Әл-Фарид, мысалы, небір суфистер неғып айтпады олар? Білді, түсінбейтін. Хотя олар оянғандар негізі, иә? Иә, Қожа Ахмет Яссауи оянған. Машхур Жүсіп атамыз, иә, көп оянғандар ол кезде. Неғып айтпады ашық? Білді, адамдар түсінбейді. А қазір мен білем, түсінеді. Не үшін? Как раз таки осы коучтарға рахмет. Көзін ашып берді. Иә. Олар білді, адамдар не үшін ойынға тойдыңдар ма деймін ғой мен. Сол кезде келіңдер мына жаққа. Ойынға тоймасыңдар, барыңдар тағы коучтарға деймін, психологтарға барыңдар. Тағы да удостоверьтесь. Иә, удостоверьтесь, что это неправда. Бәрін көріңдер, что ол жұмыс істемейді. Олар қазір сезді ғой бәрін, жұмыс істемейді. Мә түсіндім, болды. Потому что ояну бұл соңғы аялдама. Last stop десеңізші көрece. Болды, ары қарай нечего уже. Не бар, тірелдің ғой уже мына жерге. До предела кеп тірелдің. 8-ші перспектива деймен бұл. Конец. Құдаймен жолығу, үйге қайту. Бітті. Дінді ойнадың, мысалы, определенный уақытта. Ақшаның артынан қуаладың талай жыл. Психология ойнадың талай жыл. Бір инструмент іздедің эгоңа. Бір фантик, бір волшебная таблетка. Көмекте берген шығар, может. Бірақ полностью сенің запростарын жаппады ғой ол. Дұрыс па? И қазір оянып отқан адамдарды қараймда, олар жабылды. Мен айтам, дальше бірдеме қалайсың ба десем, жоқ дейді. Түсіндім дейді. Просто өмір сүрем дейді. Болды. Сен барсың ғой деймін да. Осының өзі ғанибет деймін. Осының өзі керемет деймін. Сен просто барсың. Сезін, өмір сүр. Амла нәрселер материалдық. Өз дұрысталады, өмірге сен деймін. Ағыспен кете берсе деймін. Мен түсінгенім, просто әрекет ету керек екен. Иә, махаббатпен, сезініп, здесь сейчас, ал, істе, әрекет ет, жүр, болды. Ақшаңардан қосын қуып, ал, сендер айтпақшы қазір, коуч, не, өткен өмірге просто риза бол, қабылда. Ол болмаса сен осы жерге келмес едің. Қуан, көзімді аштым. Күн болмаса күн бар екен білмейсің деген сияқты тема ғой. Иә. Аналогия сондай болып тұр. Көрді ғой. Ол болмаса да бар екен білмейтін. Дұрыс айтасың. Қайда рахмет деу керек оларға. Иә, рахмет. Что открыли на глаза деп ше. Сол үшін мен айтып отырмын, көп болсын олар деп. Көзді ашатындар ол. Не осознавай того, көз ашып жатыр дейсің ғой. Иә. Көрдің ба, не зря әшейін емес бұл, просто так емес. Бәрі. Даже пайдалы нәрсе бермесе де көзіңді ашып береді. Түсіндің ғой, жалпы. А бізде қазақтардан бұрынғы замандарда оянған деген кісілер кімдер айта аласыз? Машхур Жүсіп, Әл-Фараби, Қожа Ахмет Яссауи.
көп ақын жазушылар алаш ордалықтар оянған деп ойлайсыз ба? иә вот солар көбісі Сол кезде оян бар қазақ ғой, кітаптар оян қазақ деп негізі иә оян қазақ бекер айтпаған деген бірақ сияқты. иә оян қазақ бірақ бүйтіп ашып айтпағанда кішкене зашифровать ету керек болды. Өйткені ашық айтқызбаған ғой, бәрібір атып тастады ғой көп адамдарды. Қазақтар оянса, короче, деген ғой, күшті болады деген ғой. Конечно, бұл жақ, бұл Қазақстан, Орта Азия ғой енді, бұл жерде энергетика басқа. Енді Байқоңырдың өзінен космос ұшатын болса, энергетикасы бөлек болып тұр ғой. Бұл жердің энергетикасы бөлек. Американың Просто өзгерді. бізді бар ғой қазір бүйтіп бір шаблонға, бір формаға бүйтіп ұстап отыр да, қазір мына жерде ашылатын болса, небір таланттар тұр бұл жерде. Көп энергия, талантты энергия, қасиеттер тұр бұл жерде ше. Мен былай көремін ғой адамдарды, ішінде не тұрғанын сезем. Прямые знания, қандай кітаптар тұр, Құдай салып қойған білімдерді уже көре бастайсың да. Мә дейсің ғой. Небір қасиеттер тұр бұл жерде ашылмай. Неге біздің боксерларымыз, әншілер номер 1 болып кетіп отыр? Иә. Әшейін Қазақстан какой-то 20 миллион халқы бар. Кеше футболда мысалы ойлашы. Иә, оның 20 миллион халқының 20 миллионда бәрі қазақ емес. Бұл бір біздің ұлт керемет екен деген емес. Жалпы бұл жерде энергетика жақсы. Территориально бұл жерде сондай перерождениеда бұл жерге түскен негіз нормальный жерге уже түсті деген сөз. Райға түсті деген сөз. Көрдің ба? И бұл жерде қасиеттер көп. Просто шығыңдар рамкадан деген біледі. Өздеріңді границаларыңды бекітіңдер, жақсы көріп қалыңдар өздеріңді. Ояныңдар деп. Осы территориядан оянғандар көп шыққан кезінде. Егер сол кезде соны шаблонға тықпай, подавлять етпей, негізі бұны өкініп атқан жоқпын, жалпы как мысал ретінде айтып отырмын да, негізі сол кезде оянған адамдарды былай жіберген кезде біз қазір Голливудтың үйірінде болып қалатын еді Америка. Открытиялар өз жерден шығатын еді. Енді территориально даже бүкіл Менделеевтің таблицасының нелері жатыр ғой, бізде жатыр территорияда. Бәрі бар. Мысалы анау Иран жақта бар ғой, мысалы, жаңағы ояқтарда мұнайға бай дейді ғой, бірақ ояқ тек тау тас мұнай ғой мысалы, ал бізде барлығы бар ғой территорияда. Сонда энергетический, географический, территориальный өзі Құдай беріп қойған ғой негізі. Конечно, бәрі бөлініп тұр энергия. Қазақтар өмір сүреді. Бұл әлем на энергия, ақша да энергия, бәрі энергия ғой, атом, энергия, импульс, вибрация, бәрі жұмыс істеп жатыр. Қалай сен сенбейсің оған? Бұл нәрселерді түсіну қиын да, бұны түсіну үшін тек жасап көру керек, сезіну керек, мен бәрі шағында. Бәрінде энергия бар. Шығыңдар шаблоннан, формадан, мынау сендерге келіп жатқан ойдың ар жағына шығыңдар. Кімсіңдер сендер? Жандарың не қалайды? Деген біледі. Сол болыңдар. Мемлекет деген так дамып кетеді қазір. Көп қазақтар оянса ше. Бірден выставка. Неше түрлі открытиялар шығады десеңіз. Открытиялар шығамыз. Выставкалерден бірінші орындар ала бастаймыз. Біз ше. Бұл жерде сен емес, сен арқылы Құдай істейді ғой оны. Понимаешь? Ойлар салады. Не үшін тез дамып кетесің? Не бір открытиялар жасайсың? Сен арқылы Құдай жасап жатыр бәрін. Бір-бірімен себепкер болып, бір-бірімен келістіріп жібереді. Ойын болып кете береді дальше. Ну, әлі де қазір эпоха великого пробуждения келді ғой. Келді уже, есігін ашты. Келді, есігін ашты, сол үшін айттым ғой, қазір көп жерлерде догмалардан, діннен шыға бастайды адамдар. Өздерін түсіндіре алмайсыңдар қазір. Уже сен балаңды тыға алмайсың догмаға. Сондай балдар туылып отыр. Айтады, батя қойшы дейді. Олай емес, мен басқашылай түсінемін дейді. Мен әлемді өзім зерттеп көргім келеді дейді. Неге мен сен түсінігіңмен өмір сүруім керек? Неғып тықпалай бересің маған дейді. Сен көрдің кішкентай кезіңнен. Сен әкең саған тықпалады, иә. Сен алып келатсың осын. Енді бер маған өзі, осы әлемді өзім дамытайын, ары қарай көрейін. Дейді, цепочканы үзеді қазір. Қазіргі поколениялар ғой солар? Үзеді олар. Басқа эпоха кетеді қазір. Цепочка үзілген кейін өзгерістер болады. И технологический өзгерістер болады. Конечно. Просто менен бір адамдар келіп сұрақ қояды, неге біздің бір отбасымызда бірдей жағдайлар қайталана береді деп. Бір догмаға тығып қойған ғой, жаным, қандай результат күтіп отырсың деймін да. Өзгертейші, иә? Иә, бір мышление, бір семьяда, бір догма, сонда формаларға тығып қойған, бір көзқарас.
И бір ауру табасың сен бір реакциядан. Тек жүрегі ауырып қайтыс болып кете береді бәрі. Цепочканы пока үзбегенше ол Цепочканы үзу керек. Сол кезде өзгереді. Ауру содан пайда болады ғой. Ауру неден пайда болады дейді. Ауру, мен сендерге айтайын, осы бір ситуацияға бір көзқарас, бір реакция. Ол реакция қалай келеді? Эмоция арқылы келеді. Мысалы, бір контроль ұстай беретін адамдар неден кетеді? Суставтардан, тізеден кетеді. Тізерлетіп тастайды. Жүре алмайды, қақсайды. Оны қазіргі уақытта психосоматика деп айтып отыр ғой. Мә, дұрыс айтасың. 80% вообще ауру психосоматикадан. Дұрыс айтасың. Ну, 20% там гены, там мутация, сондай нәрсе. Короче, адам өзі істеп жатқан ғой бәрі. Конечно, өзін істейді. Көбінесе өзі істеп. 80% ауру психосоматикадан деп шатаспаймын. Сонда просто алып кету керек па? Жаңағыдай. Иә, ситуацияны өзгерту керек, ситуацияға басқа қырынан қарау керек, басқа реакция беру керек. Басқашалай уайымдау керек деймін ғой. Бұрынғыдай емес. Сол кезде өзгереді. Енді былай уайымдап көрейінші деп па? Жаңа бағана былай уайымдап. Енді былай уайымдап көрейінші қалай болады екен деп. Адамдар өзі негіз былай қарасаң ше, өзі таңдап отыр ғой соны, страдать етуді. Мен айтамын да, неғып жақсы көресіңдер сол страданияны деймін да. Жіберсейші, білмеймін, жібере алмаймын дейді да. Жібер, өмір сүр. Қолыңда ғой. Тағы 20 жыл ұстап жүргің келе ма, или қазір 5 минутта болды жібердім, кетсінші осы, неғып бәрі аударылып кетпейді, неғып бәрі жанып кетпейді дейді да, өзін таңдау керек та, өмір сүру керек болды. Жабыспай. Болашақта не болады екен? Балдар мен аш қалып қалмай ма, не алмай ма? Бұл жерде сенім көріп тұрсың ба Құдайға деген? Жоқ қой, 1 грамм сенім жоқ. Эгосы отырып алған таққа. Соны питаться етіп отыр, соны страданиямен. Просто Құдайға тапсыр деген сол тема сол екен ғой, иә? Аллаға тапсыр дейді ғой, айтады ғой. Сенем дейді да Аллаға, бірақ тапсырмайды, сенбейді. Жылап отыр. Сенім қайда жоғалып кетті оны? Короче, Аллаға тапсырып, просто әрекет ету керек қой, иә? Аллаға тапсырасың да, махаббатпен бір нәрсені жасайсың, иә, оның артынан нәтиже күтпейсің, қазір мен пәлен миллион тауып аламын деп. Просто жақсы. Өзің түсінбей қаласың қай жақтан келгенін. Қарсы саған келіп отыр ол. Сақ-сақ еткіз. Қазір осындай кәсіпкерлерге айтқым келетін сұрақ, қарызда жүрген кәсіпкерлер. Вечно қарызда жүрген жоқсың ғой, какой-то период ақша таба бастадың, иә? Сол кездегі ішкі күйіңді қараш. Анализ істеп көру керек қой, иә? Не, анализ істеш, свободны болдың, ешкімнен қорықпадың, бір сенімшілік болды сенде, махаббат, жұмысыңа махаббат болды сенің. Сен ақшаға емес. Ну, какой-то период адам ақшаға кіре бастайды, сол кезде не өзгереді? Энергия. Соны қазір байқа сен. Вот сен қазір енді көтеріліп келатсың, сен тек қазір эго алып кетеді сендерді. Былай айтады, так, что-то ақша аз болып отыр. Давай ақша табайық, ақшаға фокуста. И мына жақ қалып қалады. Сен оны эгоның ойынын распознавать етсең, сен күйзеліске түспейсің, бәрі жақсы бола бастайды. Тек даму жағын ойластыр, қалай ыңғайлау керек, қалай масштабироваться ету керек болды. Осыны бір упаковать етіп алшы. Или эго құныға бастайды да, бардакты расширять ете бастайды. Бардак не расширяется. Бардак, зачем саған екінші бардак? Екінші магазин ашамын, біреуін реттеп бастайды, да? Зачем бардак расширять? Финансовый учетқа контролың дұрыста, товаркаң дұрыста, автоматизировать етіп қой, жақсы нәрселер упаковать ет. И өзі ашыла береді, 2, 3, 4 сетке айналып кетесің. Қалай ашылған білмей қаласың дейсің? Иә, қалай ашылған. Сен просто махаббатпен қара болды, нәтижен бәрін тапсыр. Түсінікті. Болды, сол үшін әрекет етіңдер. Махаббатпен істеңдер, Құдайға сену керек, тапсыру керек, Аллаға тапсыру керек, болды ғой. Просто әрекет. И біздің парақшаға тіркеліп кетіңдер. Иә. Если ұнаса, сұрақ болса, енді бүгін көп тақырып қозғалды негізі, иә, андай бір жастаски дей ма, современный тақырыптар өте көп қозғалды. Сол үшін сұрақтарыңыз болса, астына комментарий жазыңыздар, лайк басыңдар, каналға жазылыңыздар, маған жазылыңыздар, Елбамызға жазылыңыздар, парақшамыз шығады. Сұрақ болса жазыңыздар. Все, рахмет, Елбамызға негізі күшті сұхбат болды, маған ұнады. Ұнады деп ойлаймын. Іштегі тұрған сұрақтарды қойдым деп ойлаймын. Если тағы да әлі қалып қалса, онда тағы подкастта дайындаймын ғой сұрақ. Иә, әрине біз келесі подкасттарда әлі бұл теманы масштабный уже көтере бастаймыз ғой. Бұл әлі ашылған жоқ, мен айсбергтің жоғары жағын ғана айтып отырмын. Соның өзінде уже кәдімгідей басқаша дайын емес әлі адамдар.
потому что мына жерде башкачалай көрүп отурмун мен әлемди. Ошо анау аутист балдар калай оны казбалайтын болсок, қазір кетеміз. Все, рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.